Ауызашарға гречка асын дайындаймыз. Тапамызға майымызды құйып, қыздырғаннан кейін жуамызды майдалап турап, майдың үстіне салып қыздырамыз. Домалақтап дайындап алған фаршымызды жуан үстіне салып, шамалы қыздырамыз. Екі жағын айналдыра қыздыра отырып, шамалы үстіне бізде дайындалған, қыстан дайындалып холодильникте сақталған перісімізді шамалдап бетіне себелеп саламыз. Екі картошка мен сәбізді ашып алып, сәбізімізді бірінші майдалап турап, картошкамызды турап, тапаның үстіне саламыз. Шамалы үстіне тұз себеміз. Сосын екі чеснокты ашып, майдалап турап, тапаның ішіне саламыз. Гречкамызды дайындап аламыз. Гречкамызды жуатын ыдысымызға салып, жуып алған соң тамақтың үстіне саламыз. Мінекей біздің кешкі ауызашарға тамағымыз дайын.